Бүгінде су тасқынынан зардап шеккен қарағандылықтарға ел болып көмек берілуде. Бұл игі шарадан аймағымыздың мұсылмандар мешіттерде тыс қалмады. Облыстың орталық мешіттің өкіл имамының тапсырмасымен барлық мешіттерде су тасқынынан зардап шеккендерге көмек беру қорлары ашылған болатын. Теміртау қалалық мешітінің имамдары да қор ашып, көмек берушілерді шақырды. Теміртаулық жамағат табиғат апатының орын алған күннен бастап зардап шеккендерге барынша қолдау көрсетуде. Сол тапсырманы орындай келе, біздің осы Теміртау қалалық мешітінде осы жамағаттардың және осы Теміртау қаласының тұрғындарының көмегіменен міне осы мешітте қор ашылып, осы қорға көптеген киім-кешектер, азық-түліктер міне жиналған болатын. Міне осы жиналған азық-түлікті, киім-кешекті Алла қаласа бүгін сол су апатына ұшыраған ауылдарға, аудандарға жеткізуге міне біздер иншалла аттанып жатырмыз. Қала тұрғындары мен жамағаттары су тасқынынан зардап шеккендер үшін азық-түліктей, киімдей көптеген заттар жинапты. Ал киімдер айрықша балалар киімдері, аяқ киімдері тасқын судан зардап шеккендер үшін өте қажет. Сонымен бірге қалалық мешіт имамдары қорға түскен 40 мың ақшаға да азық-түліктер сатып алатындықтан айтады. Мұнымен бірге мешіттің атынан 5 кілем де қосылды. Осы заттың барлығын көлікке тиеп, мешіт имамдары оны Қарағандыдағы орталық мешітке жеткізді. Алла Тағала елімізге мұндай қауіп қатер төндірмесін. Бұл апатты Алла Тағала не үшін береді? Бұл сынақ үшін береді. Яғни бұл осы сынақты көріп біздер Алла Тағала тәубе жасайық. Пайғамбарымыздың хадисінде айтқан қиямет қайымның жақындаған белгісі бұл су апаты менен өрт көп болады деген. Міне осылардың бәрі біздер ойлап қарасақ, бұл сол қиямет қайым жақындаған белгісі екен. Сол себептен құрметті Теміртау қаласының тұрғындары, Алла Тағала әрбір отбасыға, әрбір шаңыраққа тек қана жақсылық берсін. Мұндай апаттардан Алла Тағала сақтасын иншалла. Міне осындай апаттарға қол ұшын берген барша осы Теміртау қаласының тұрғындарына, жамағаттарына өз разылығымды білдіремін. Алла Тағала баршаларыңыздың ниеттеріңізді иншалла қабыл етсін. Табиғи апаттан зардап шеккендерге Алматы, Астана секілді еліміздің жер-жерінен гуманитарлық көмектер келуде. Ал Теміртау қаласының мұсылмандар мешіті қорға түскен заттар мен азық-түліктерін Бұқар Жырау ауданының Қызылжар ауыл тұрғындарына жеткізіп берді.